Иранның ислам революциясы күзеті корпусы сейсенбі күні өз күштерінің бірнеше қанатты зымырандарды қолдана отырып, Бахрейндегі Amazon компаниясының орталық деректер инфрақұрылымын қиратқанын мәлімдеді. Иранның бұл әскери бөлімі аталған шабуылдар барысында Парсы шығанағындағы осы араб елінде орналасқан ақштың әуе қорғанысы жүйелері мен радар қондырғылары да нысанаға алынғанын алға тартты. Бахрейн мен ақш ресми тұлғалары, сондай-ақ Джефф Безосқа тиесілі Amazon компаниясының жоғары лауазымды өкілдері бұл мәлімдемелерге қатысты әлі ешқандай түсініктеме берген жоқ. Бұл соққылар туралы ақпарат нәзік бітімгершілік келісім мен дипломатиялық күш-жігерге қарамастан Иран мен Америка құрама штаттары арасындағы тікелей әскери қақтығыстар қатардан 10 күн бойы жалғасып жатқан тұста тарап отыр. Соңғы бірнеше күнде ақш әскері орналасқан Иордания аумағы нысанаға алынып, жасалған шабуылдан 3 америкалық әскери қызметші қаза тапты. ақш президенті Дональд Трамп Иранда американдық сарбаздардың өлімі үшін бірнеше есе артық құн төлеуге мәжбүр ететінін айтып сес көрсетті. Вашингтон өз кезегінде Тегеранның әскери нысандары мен активтерін атқылауды жалғастыруда. Тіпті Дарховен айысіне де соққы жасалғаны туралы хабарлар тарады. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігі бұл шабуыл туралы есептерді қарап жатқанын мәлімдеді, бірақ жағдайға қатысты әлі тәуелсіз баға берген жоқ.